креслода ұйықтап отырып, бір жылда 89 миллион айлық табуға болатынын білесіздер ме? Олар кімдер дейсіздер ғой? Олар мынау біздің халық қалаулылары, депутаттар мен министрлердің айлығы. Халық 85 мың теңгеге өмір сүру керек. Ал бұлар бір жылда 89 миллион ақша табады екен. Сонда айына 7,5 миллион айлық алады екен. Ол өтірік десеңіздер, неге ашық айтпайсыздар? Журналистер сұрақ қойып жатыр ғой сіздерге. Айлықтарыңыз қанша деп. Официально запрос жасағыңыздар деп айтпайсыздар. Ал халықтың қалтасына үңілуді білесіздер. Халықтың Каспий Голдын тексеруді білесіздер. Мынау даже тиктоктан тапқан ақшаның өзіне 10% налог салам дейсіздер. Халықты тығырыққа тығып, штрафпен налогқа тыққаннан басқа қандай өзекті мәселе шешіп отырсыздар? 89 миллион табатындай. Мына мен өз басым мына Егов порталы арқылы осы мәжіліс депутаттарына хат жолдаған болатынмын. Маған келген жауабы, сіздің шағымданатын уақытың мерзіміңіз өтіп кетті деді. Осындай жауап келді. Сонда қандай мәселе шешіп отырсыздар? Даже жергілікті әкім де, жергілікті депутат та мәселе шешіп отқан жоқ. Мен өз басым барған болатын каждыйына. Сондықтан мынау халықты тығырыққа тығып, штрафпен налогқа тығып, мынау комуслуганы қымбаттатып, 85 мыңға өмір сүріңдер, қалай өмір сүрсеңдер, солай өмір сүріңдер деп отырсыңдар. Ал өздерің ұялмай қызармай қалай мынау тамақтарынан өтіп отыр. Бізге жалпы осындай депутаттар қажет пе? Әр өңірге бір депутат жетеді бізге. Саны бар, сапасы жоқ депутаттарды мен министрлердің қажеті жоқ. Сондықтан да халықтың ашуына тимей орындарыңызды босатыңыздар.